Дүйсенбі сәрсенбі күндері аралығында толассыз жауған жаңбырдың кесірінен Петропавлдың кей мөлтек аудандары су астында қалуға жақын болды. Табиғи апатты алдын алуға қаланың коммуналдық қызметтері көмекке келді. 4-ші күн қатарынан Береке ықшам ауданында суды сорып алу жұмыстары жалғасуда. Кеше звондап едік, келіп бүгін енді жұмыс істеп жатыр. Енді ақырын кетіп жатыр. Кешке дейін жұмыс істейміз деп жатыр ғой. Биыл ағын сулар көктем кезінде халықты мазаламаса да табиғи құбылыс өз әсерін тигізді. Жаңбыр зардабын жұмысшы Ойқала және Береке ықшам аудандары бірінші болып сезді. 3 күн бойы апаттық құтқару қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеді. Бұл уақытта 6 арнайы бригада кезекшілік атқарды. Нәтижесінде қала көшелерінен 5000 текше тіршілік көзі су сорғымен шығарып алынды. Было создано 6 аварийных бригад. 6 апаттық бригада қызмет етті. Әрқайсысы 25 маманнан тұрды. 9 бірлік техника жұмыс істеді. Қызыл желіге 150 шақты қоңырау түсті. Қалалықтар өз мәселелерімен жүгінді. 3 күн бойы жауған жаңбырдың салдарын коммуналдық қызметтер әлі жоюда. Қырағылықтың арқасында тиісті жұмыстар атқарылды.